Сәлем достар, бүгін дәмі өте ерекше әрі пайдалы гхи майын дайындаймыз. Гхи майын дайындау үшін біздің майымыз таза сары май болу қажет, немесе дүкеннің 85% сары майы болу қажет. Майларымызды турап алып, осындай асты шұңқыр ыдыста қайнатып аламыз, немесе водяной парда жай отта қайнатсаңыздар да болады. Қайнап шыққаннан кейін барып, әр жарты сағат сайын осылай көбіктерін алып отырамыз. Біз жай отта 1,5 сағаттай қайнатамыз. Гхи майын қуырылатын тағамдарға пайдалансаңыздар, ешқандай да күйдірмей пісіріп шығарады. Және де көптеген кулинариялық торттар болсын, және самсалар болсын, соларға қолданған кезде сіздердің выпечкаларыңыз өте дәмді болып шығады. Басқа рафинирленген майларға қарағанда біздің гхи майымыздың пайдасы өте зор және ағзаға ешқандай кері әсер етпейді. 1,5 сағаттан кейін біздің майымыздың түсі мөлдірленіп дайын болды. Майымызды банкаға құйып алып, бөлме температурасында сақтасаңыздар болады. Бөлме температурасында 1 жылға шейін, холодильникте 2 жылға шейін сақталынады. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып кетіңіздер.